Мен Алипбаева Самал Долдырбайқызы. Менің ұлым Амангелдиев Азамат Мұратұлы. Небәрі 19 жаста ғана. Менің ұлымды 5 қаңтар күні достарымен бір топ қаруланған маска противогаз киген арам пиғылды адамдар ұлымды ұстап, желкесінен қарумен ұрып тұрып, Мақатаева Сейфуллина көшесінде орналасқан Анна қару сататын дүкенінен қаруды почтаға апаруына мәжбүрлеген. Баламызды, одан кейін баламыз ешқандай қаруға қолын тигізбеген. Сөйтіп үйге қайтып кеткен. 18 қаңтар күні ДВД-ға апарып, полиция қызметкерлері 2 күн аяусыз ұрған ұлымды. Басынан теуіп, электрошокер пайдаланып, баламның есінен тандырғанша ұрған. Сөйтіп, істемеген ісін мойындатқан, қол қойдырып алған. Бүгінде осы полиция қызметкері Кененбаев Фархат Құрманғазы ұлы осы кісінің жазалануын сұраймыз. Біз әділ шешім болғанын қалаймыз. Баламның бостандыққа шығуын қалаймыз. Менің балам 21 қаңтардан бастап С-18-де қамауда жатыр. 272 статьяның 2 тармағымен. Өтінем сіздерден әділ шешім шығарып, баламды бостандыққа шығарып беріңіздерші.